Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз, тыныштықты сақтаймыз, атсын күліп таңымыз деп келесі сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, бүгін біз робот туралы қызық әңгімелер білетін боламыз. Суретке қарайықшы бәріміз. Сурет бойынша әңгіме құраймыз. Бүгін сендер сюжетті сурет бойынша әңгіме құрап үйренесіңдер. Және құраған әңгімелеріңнен сөйлемнен жаңа үйретілетін дыбысы бар сөзді ажыратасыңдар, табасыңдар, және бөліп алынған сөзге дыбыстық талдау жасайсыңдар. Яғни р дыбысының айтылу ерекшелігін білесіңдер. Келесі, балалар, бұл суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, робот көріп тұрмыз. Балалар роботпен сөйлесіп тұр, балалар. Робот адаммен сөйлесе ала ма? Әрине. Және ол қандай қызмет атқара алады? Ол робот үйді күзете алады, және дүкенде сауда жасай алады. Ал енді осы ауызша құраған әңгімемізден сөйлем құрап көрейік. Енді мұқият тыңдаймыз. Бұл робот. Робот адаммен сөйлесе алады. Ол үйді күзетеді. Дүкенде сауда жасайды. Енді құраған сөйлемнің желісі бойынша сендерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Мынау не? Қане жауап береміз. Дұрыс айтасыңдар. Бұл робот. Робот не істей алады? Дұрыс айтасың. Робот адаммен сөйлесе алады және дүкенді күзетеді. Тамаша. Енді балалар, осы құраған сөйлемімізді мен жазып көрсетейін. Бұдан бізде шағын мәтін пайда болды. Осы мәтінде қанша сөз бар екенін санап көреміз бірге. Сөйлемнен соң нүкте қойылса, бір сөйлемді біткенді білдіреді. Мына нүкте, бір сөйлем бітті. Келесі сөйлем, нүкте, екі сөйлем. Келесі нүктені тауып аламыз. Үшеу, келесі нүктені бұлай іздеп табамыз. Төртеу. Біздің құраған мәтінімізден 4 сөйлем шықты. Осы сөйлемдерді, бірінші сөйлемді бүгін талқылайтын боламыз. Бұл робот. Робот адаммен сөйлесе алады. Ол үйді күзетеді. Дүкенде сауда жасай алады. Біздің құраған ауызша әңгімемізден осындай мәтін шықты. Осы мәтіндегі сөйлемдерді санап шығайық. Ол сөйлемдерді санау үшін мен сендерге бір құпия айтайын. Яғни әр сөйлем біткен кезде сөйлемнен кейін нүкте, немесе сұрақ белгісі, немесе леп белгісі қойылады. Енді біздің құраған сөйлеміміздің соңында тек қана нүкте тұр. Соны байқаймыз. Қана нүктелерді санап шығайық. 1, 2, 3, 4. 4 нүкте бар. Яғни бұл мәтінде 4 сөйлем бар деген сөз. Енді бірінші сөйлемді талқылайтын боламыз. Бәріміз экранға назар саламыз. Бұл робот. Бір сөйлем бітті, нүкте қойдық. Осы сөйлемнің құрамында 2 сөз бар. Бірінші сөз бұл, екінші сөз робот. Міне балалар, сөйлем құрау үшін бізге сөздер көмектеседі. Яғни бұл робот деген бір сөйлем, бұл сөйлемнің құрамында 2 сөз бар екен. Жарайсыңдар балалар, енді келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі тапсырма бойынша сюжетті суреттегі робот деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Ол үшін бәріміз бірге р дыбысын қайталап айтып жіберейікші, бәріміз. Р. 3 рет қайталап айтамыз. Бала, р дыбысы мына жерде көк түспен боялып тұр. Не себепті көк түс деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ол себебі дауыссыз дыбысты білдіріп тұр. Р дыбысы айтылған кезде созылып айтылмайды, кедергіге ұшырап шығады. Бәріміз тағы қайталап шығамыз. Және р дыбысын түймелер арқылы, асықтар арқылы, және өзіңнің сүйікті ойыншықтарың арқылы р дыбысын осындай бейнеде жасап көріңдер. Жарай ма? Енді робот деген сөзде қанша әріп бар екенін табамыз. Ол үшін бізге мына сызба көмектеседі. 1, 2, 3, 4, 5. Робот сөзінде 5 әріп бар және 5 дыбыс бар. Енді қанша дауысты дыбыс бар? 2 дауысты дыбыс бар. Оны қайдан білді? 3 көк дөңгелек сызбасы бар.
Сол арқылы оның қанша дауысты дыбыс екенін біліп отырмыз. Енді робот деген сөзді екі буынға бөлеміз. Робот деген сөз екі буыннан тұрады. Ал балалар, р дыбысы осы сөздің қай бөлігінде естіліп тұр? Робот. Сөздің басында естіліп тұр. Робот. Р дыбысы сөздің басында, ортасында және сөздің соңында кездеседі. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, сендер алғаш рет бүгін буын және сөз оқып үйренесіңдер. Мына кітаптың белгісі оқы деген белгіні білдіреді. Енді өткен сабақты қайталап, есімізге түсіріп, келесі сабақты сонымен байланыстырып отырамыз, балалар. Өткен сабақта біз А әріпін өттік. А дыбысын, А әріпі және А дыбысын жақсы біліп алдық. Енді сол А дыбысына балалар, бүгін Р дыбысын қосып, сөз буын оқитын боламыз. Оны қалай оқимыз? Ол үшін А дыбысы дауысты дыбыс болғандықтан, оны созыңқырап барып, Р дыбысына ұрып оқимыз. Мысалы былай. Ар. Қайталаймыз. Ар деген буынға А дыбысын қосып оқимыз. Ал енді оқылғанда былай оқылады. Ара. Тамаша. Ара сөз шықты. Келесі. Ра. Себебі бұл жерде Р сөздің басында кездесіп тұр. Және бір сендерге құпияны айтайын. Көп оқушылар оқығанда, мына оң жақтан солға қарап оқиды. Ол дұрыс емес. Біз оқыған кезде солдан оңға қарап оқимыз. Мына кітап көріп тұрмыз. Осы кітап біздің сол жағымыз. Осы жақтан оңға қарап жылжып оқимыз. Дауысты дыбыс болса созып оқимыз. Мысалы бірінші ар, ра. Тамаша балалар, өте тамаша. Ал балалар, серікту сәтін жасап алғаннан кейін біз әдеттегідей дыбыстық талдау жасайтын боламыз. Суреттерге қара, ол суреттердегі сөздерді табамыз және құрамындағы дауысты, дауыссыз дыбыстарды табамыз. Сонымен бірге Р дыбысы сөздің қай бөлігінде кездесіп тұрған айтамыз. Бұл жұмысты мұғаліммен бірге немесе ата-анамен бірге жалғастыратын боласың. Керемет балалар, сендер керемет жұмысты жалғастырыңдар. Ендігі кезекті дәптерге берейік. Кәні бәріміз дәптерімізді ашып, Р дыбысының қалай жазылуымен танысамыз. Р дыбысы баспа түрінде және жазба түрінде болады. Р әрпі көлбеу сызық, ілгекше және қалпақшадан тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламды қойып, төмен қарай көлбеу түзу сызықты түсіріп, астыңғы сызыққа жетпей, солға қарай астыңғы сызыққа тигізе доға ілгекше жаса. Енді көлбеу сызықтың сол жағынан ала, оңға қарай доға тәрізді қалпақша кигіземіз. Р әрпінің кіші әрпі көлбеу сызық, басы бар ілгекшеден тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламды қойып, төмен қарай астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін түзу көлбеу сызық жүргізіп, енді оның басталған тұсынан сәл төмен қаламды қойып, жоғарғы сызыққа тигізе доға жасап, астыңғы сызыққа тигізе ілгек сал. Жарайсыңдар балалар, Р дыбысының жазылу элементтерімен таныстыңдар. Енді ауызша мына сөздерді
айтып үйренейік. Раушан, робот, рауғаш, радио. Осы сөздерді бірнеше рет айтып, р дыбысын дұрыс айтуға жаттығамыз.